Бәріміз. Тура санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жарайсың. Енді кері санаңдар. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ал енді балдар 0-ды санауға бола ма? Жоқ. 0 бірақ сандар тізбегінде не болады балдар? Тұрады екен. Сандар тізбегінде тұрады, бірақ біз санағанда қай саннан бастап санаймыз? 1 деген саннан бастаймыз. Енді балдар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз 10 көлеміндегі сандарды қосу және азайту екен. Ол мына кітаптың 48-ші бетінде. Кітапты ашып қояйық. Ашып отыр кітабымыз. Енді бері қараңдар балдар. Мына сандар жаңа сендер санап кеткен сандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сандар 10 көлеміндегі сандарға жатады екен. Қандай сандарға жатады екен? 10 көлеміндегі сандарға жатады. Міне бүгін біз сол сандарды бір-біріне қосып, және азайтуды үйренеміз. Түсінікті ғой, иә? Иә. Бүгін қосып, жаңа мен енді сендерге қазір мынандай карточка таратамын. Яғни хат келді сендерге, есеп шығара аласың ба деген. Сондықтан сендер мына 10 көлеміндегі сандарды бұл карточкаде 10 көлеміндегі сандарды бір-біріне қосу және азайту амалдары берілген. Сендер қазір сол сандарды көшіріп жазып дәптерге және мәнін табатын боласыңдар. Мақұл ма? Міне нүкте қойылған сендердің дәптерлерінде. Сол нүкте бірінші. Бұл тапсырманы орындамастан бұрын біз кітаппен жұмыс жасап алайық. Иә? Жасаймыз ба кітаппен жұмыс? Кітаппен жұмыс жасайық. Кітаптың бірінші бетін қараңдар. Бәріміз назар аударайық. Кітаптың бірінші бетіне назар аударайық. Мына жерде балалар менің суреті берілген. Жапырақтардың суреті берілген. Жапырақтың дұрыс айтасың, күзгі жапырақтар. Өйткені күзгі жапырақтар қандай түске келмеледі? Дұрыс, сарғыш, қызғыш түске боялады екен, өзгереді екен. Жасыл жапырақ күзгі жапыраққа, жасыл жапырағымыз күзге сары түске, қызғыш түске не болады? Айналады. Енді қараңдар, сары жапырақтар нешеу? Сары жапырақтар 5 екен. Ал қызғыш жапырақтар үшеу екен. Тақтаға маған келеді қазір. Нұрбек келе ғой тақтаға. Нұрбек келе ғой. Нұрбек ала ғой борды. Борды ал. Енді қара, сарғыш жапырақ нешеу деді? 5. Жаз 5-ті. 5. Енді қандай амалды қоямыз? Қосу. Енді қызғыш жапырақтар нешеу? 3. Нешеу болды? Барлығы нешеу? 7 дейді. Қазір санап көрейік барлығы нешеу болғанын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Нешеу болды екен? 8 болған. 8. Дұрыс, 8 болды. Енді мына қосылғыштардың орнын ауыстыруға бола ма? Болады, орнын ауыстырамыз. Бірінші нешені жазамыз? 3, жаз 3. Ал ол кезде неше шығады? 8. Өйткені қосу амалында бір заңдылық бар, иә? Қосылғыштардың, айтайық. Орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. Мына қосуға кері амал қандай амал? Азайту амал. Бірінші қай саннан бастаймыз? 8-ден баста. Бірінші қайнені азайтамыз? 5 азайтады, 5-ті. Енді қараңдар, 8 жапырақ еді.
Оның 5 sarғыш жапырақты алып тастаймыз. Неше қалады? 3 қалады. 3 қызғыш жапырақ қалады. Енді 8 тағы да 8 жазамыз. Azaytу 3. Енді қараңдар 8 жапырақтан 3 қызғыш жапырақты азайтып тастаймыз, алып тастаймыз. Жерге түсіп қалды 3 қызғыш жапырағымыз. Нешеу қалды? 5 қалды. Жарайсың, отырау. Енді мына қосу амалындағы сандардың атауларымен атайық. Бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш, қосындының мәні. Мынаны айтамыз. Бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш, қосындының мәні. Енді азайту амалында қалады. Қосылғыш, қосындының мәні деген болмайды. Бірінші тұрған санды азайғыш. Айтамыз азайғыш. Айырманың мәні. Азайғыш. Азайтқыш. Айырманың мәні. Азайғыш. Азайтқыш. Айырманың мәні. Жарайсыңдар. Енді келесі суретке назар аудар. Балдар мынау не көріп тұрғандарың? Гүл. Дұрыс айтасыңдар. Гүлдің түстері қандай балдар? Оны көтеріп айтамыз. Сары, сосын қызғыш, иә? Қандай екен? Қызғыш екен. Енді қараңдар. Қызғыш гүлдер нешеу? 6, дұрыс айтасыңдар. Ал сарғыш гүлдер нешеу? 2 екен, дұрыс. Қазір бізге шығады Раяна, Апсандық Раяна келе ғой. Раяна келе ғой. Қызғыш гүл нешеу деді? 6 деді. 6. Жаз 6. Жазар. 6. Қосу. Сарғыш гүл нешеу? 2. Болады. Тең. Ал санаңдар нешеу болады екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сосын 8. нешеу гүл болып барды? 8 жазамыз. 8. Енді мына қосылғыштардың орнын не аламыз? Ауыстыралы. Бірінші қай қосылғыш жазасың? 2 жаз. Қосу. Енді неше жазасың? 6. Тең. Қосындының мәні өзгере ма? Өзгермейді. Онда да неше шығады? 8. Тағы да ережені бір қайталап жіберейік. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанымен қосындының мәні өзгермейді. 2-ге 6-ны қоссақ та неше шығады? 8 шығады. Енді азайту амалымен көрсетеміз. Бірінші қай санды жаза? Өз айтып. 8 жазамыз. 8. Азайту. Нешені азайтамыз? 2-ден бастайсың ба? Мақұл. 2-ні жазамыз. 6-дан бастасақ қайтер, иә? Бірінші 6-дан бастайды, 6-ны жасайық. 6. Тең. Енді қараңдар балалар, 8 гүл. Мына 6 қызғыш гүлді алып тастасақ. 2. Балам екен дұрыс. Енді астына жаза ғой. 8. Азайту. Енді нешені азайтамыз? 2-ні азайтамыз. Болады. 6.
da шығады екен. Жарайсың. Бәріміз айтайық. Мына сандардың атауларын атайық қосылған орнына. Бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш, қосындының мәні. бірге айтамыз.